Баршаға, бүгін біз сіздермен духовкада піскен тауық еті мен картошканы дайындаймыз. Тауық етіне майонез, паприка, томат, сұйық май, бұрыш, тұз салып жарты сағатқа маринадтап қоямыз. Картошканы жуып, тазалап, турап, оған да тұз, паприка, сұйық май қосып, араластырып, пергамент қағазы төселген формаға салып, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Маринадталған тауық етін таяқшаларға арасын нығыздамай кіргіземіз. Қалауларыңыз бойынша арасына помидор, болгарский қоссаңыздар болады. Жартылай піскен картошкамызды пештен алып, үстіне таяқшаларымызды әдемілеп қойып шығамыз. Тағы да 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Асымыз дайын, ас болсын.